қалаған. Мен айдауға үйрендім. Жаным әуел Құдай сосын ананың дүниеге келтіріп мені ардақтап абайлап өсірді, Аллаға шүкір. Ана жаным өте мейірімді, ақылды, парасатты әйел еді. Солардың бәрін есіп тағаласа бізге өткен. Ана жаным түндер ұйқысын бөліп, үлкейген кезімде де, мектепте оқып жүрген кездерімде де ұйқысын, түн ұйқысын бөліп, түнде отырып қасымда аяқтарымды, бастарым сипалап, мейір беріп отыратын еді. Оны ешқашан көз алдымнан кетіре алмаймын. Бақытымсың, жаным анам, жан анам. Мен өзіңді періштеге балағам. Ауырмашы, қартаймашы ешқашан. Мақсатыңа жетші әркез қалаған. Қымбат жансың, мен үшін ең асылсың. Аллам сенен жамандықты қашырсын. Әкем менен мәңгі шалқып бақытқа, жастарыңды 100-ден дағы асырсын. Тілегімнің бар бастауы бір өзің, мейірімге толы мынау нұр жүзің. Сен жанымда болған кезде әр сәтім, жылы жаздай қызым менен сұр өзің. Анашым, мен сізді жақсы көремін. Біз анам екеуміз әр жазғы каникулда қыдырғанда әр бақытты боламыз. Сол бақытты болған кез мен есімде әрқашан қалған. Біз анам екеуміз кешкі шайда бірге өз сырымызды айтып, өз өзімізді қуантамыз. Анам сол кезде маған қатты ұнайды. Анам сол кезде нұрланып кетеді. Сіз әлемдегі ең мейірімді жансыз, ең адал жансыз. Біз анам екеуміз көбіне кешкі шайдан кейін бірге отырып, сырласамыз, әңгімелерімізді айтамыз бір-бірімізге. Қызық оқиғаларымызды, бір-біріміздің басымыздан кешкен оқиғаларды айтып отырамыз. Ол мені өсіргенше бақтаған. Анашым, есіңізде ме? Екеуміз бірге Рамазан айында намаз оқитын едік. Ол күн мен үшін өте қызықты болды. Ана жаным, өзіңнен басқа мейірімді адам болмаса керек бұл дүниеде. Ана жаным, қалған минеттерің, үйреткен ілімдерің, білімдеріңнен маған да өтіп, аңсап, кейбір кездері аңсаған уақытта жүрегім не қылып апырықтап, жылап жіберемін. Сонымен бірге осы немерелеріңізде қосылып, маған қосылып, бағып, әкелеп өсірдіңіз. Ана жаным, мехрибаным. Анашым, мені өмірге әкелгеніңізден сізге мың алғыс. Ана, сен әлемдегі ең мейірімді жансың. Мен сізге тілейтінім, сіз жәннат фирдаусына кіріңіз. Ана, есіңізде ме? Мен мұңайған кезде сіз мені келіп жұбататын едіңіз. Сіз... Мам, мен сізді жақсы көремін. Мен бірінші сырларымның адвокаты сіз. Анашым, мені мәпелеп өсіргеніңізге, еркелеткеніңізге мың алғыс айтамын. Мен сіздің әрқашан денсаулығыңызды тілеп отырамын. Ешқашан мен жанымнан Анашым, сезесің бе шаршадым. Қара түнде жамылып ап көрпені, еске алумен жылауменен сен аңсадым. Өзің едің бұл өмірде тірегім. Жыласам да, сұрасам да, қайтарылмассың білемін. Ішім толы мұң болса да, бүгінде қан жылайды жүрегім. Себебі сағынып өзіңді жүремін. Анашым, сезесің бе шаршадым. Мейірімі керек емес маған басқаның, сенің ғана сөздеріңе зәрумін. Сені ғана сағынып мен аңсадым. Қыз балаға ана орны ерекше. Ұғындым мен оны күні кеше, сырларымды айтайын деп іздедім.
бірақ жан таппадым өзіңдей қанша іздесем де. Анашым, сезесің бе шаршадым, ішім толы ыза ашу мұң, алдыңа барып ақтарылғым-ақ келеді, әттең қайдан іздеп табамын. Сен кеткелі өмірден 10 жыл өтті, бірақ та ұмытпадық бейнеңді, айтылған сөзіңді, мейірімге толы жанарыңмен көзіңді, әрқашан сағынып еске алумен жүреміз өзіңді.